тонустағы бұлшықет, спазмдағы бұлшықет түсініктерін ашып алайық. Жоғарыда атап өткендей, тонустағы бұлшықет ол шыныққан, созылған эластикалы бұлшықет. Біздің ағзамыздағы әрбір бұлшықетіміз осындай жағдайда болуы тиіс. Ал бұлшықеттегі спазм немесе блок ол бұлшықеттердің құрысуы, яғни гипертонустың болуы. Бұлшықет спазмдалған болса, ол қысқарады, тығызданады. Ал ондай бұлшықеттер айналасындағы қан тамырларды және де жүйкелерді қысады. Нәтижесінде ол қан тамырлар мен жүйкелер баратын мүшелерде және де бұлшықеттің өзінде қан айналым және иннервация бұзылады. Бұл бірінші зиян. Екіншісі, ағзамыз бұлшықетті осындай құрысқан күйде ұстап тұру үшін артық энергия бөлуге мәжбүр болады. Егер де спазм аумағы үлкен болатын болса, және де осы құрысу тіпті біз ұйықтаған кезде де сақталатынын ескерсек, бұл қыздар біздің ағзамыздың пайдасыз және зиян процеске энергиясын босқа құртуы болып саналады.